іске татарлығы бар. Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын ал тұрғанның дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат, ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың іс емес пе? Ата-анасы шамасы келсе мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымдағы балаларыма қалсын дейді емес пе? Ол ата-ананы малға сатқан соң Құдайға дұшпандық іс жасады ғой. Осындай білместікпен айтылған сөздерге бек сақ болу керек.